мұңайма. Айт әл-Қарни. Бақыттың бұлағы және қайғы-мұңның дауасы. Көркем мінез. Көркем мінез бақыт. Мұндай бақыттың иесіне басқалар тамсанады, ал жаман мінез құлық бейбақтық. Оның иесінен адамдар қашады. Әлбетте көркем мінез кісіні күндіз ораза ұстап, түнде намаз оқығандардың дәрежесіне көтереді. Хадис. Мен сендердің араларыңнан кімді көбірек жақсы көретінімді және қиямет күні маған ең жақын кім тұратынын айтайын ба? Ол сендердің араларыңнан мінез құлқы жақсыларың. Хадис. Шүбәсіз сен теңдесі жоқ ұлы көркем мінез құлыққа иесің. Қалам сүресі 4 аят. Уа Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Сен сондай қиын шақта Алланың рақымын арқасында ғана айналаңдағы адамдарға жұмсақ, биязы бола білдің. Егер дөрекі, тас жүрек болғаныңда, маңайыңдағылардың бәрі сенен безіп, жан-жаққа тарап кетер еді. Әл-Имран сүресі 159 аят. Олай болса, құдайларың теңдесі жоқ жалғыз құдай, алайда ақиретке сенбейтіндердің жүрегі осынау ұлы ақиқатты жоққа шығаруда. Анығында олар орынсыз көкірек керіп, тәкаппарлыққа салынуда. Нахл сүресі 27 аят. Ешкімге мұрныңды шүйірме, жер бетінде кердеңдеп жүрме. Шүбәсіз Алла кеуде керіп менменсіген мақтаншақтардың ешбірін ұнатпайды. Жүрегіңде һәм әр ісіңде байсалды бол. Сөйлегенде даусыңды қатты көтерме. Лұқман сүресі 18-19 аят. Айша разиаллаху анху Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам туралы былай деген. Оның мінез құлқы Құранның өзі еді. Көркем мінез кісіге бұл дүниеде елдің сүйіспеншілігін және ақиретте сыйлықтарды алып келіп, оған екі дүниеде де бақытты болуға жәрдем береді. Ал енді ашулану, ызалану және жаман мінез керісінше кісінің бақытсыздығының және оған басқалар жасаған жаман мәмілелердің себепшісі болады. Ұйқысыздықтың ең жақсы дәрісі. Түнде жақсы ұйықтай алмаған кісі күндіз шаршап, өзін жаман сезінеді. Бұл оның толыққанды еңбектенуіне, жайдары жүруіне тосқауыл болады және оның ашулы болуына алып келеді. Егер сенің ұйқың келмесе, Алланы еске алып зікір қыл. Ендеше біліп қойыңдар, жүректер Алланы еске алу арқылы ғана жай тауып толық қанағаттанады. Рағд сүресі 28 аят. Күндіз ұйықтамауға әрекет жасаңдар, ал күндізді тіршілік уақыты қылдық. Нәбә сүресі 11 аят. Жатар алдында пайдалы кітаптарды және Құран оқы. Ұйықтап қалғанға шейін Раббым, ілімімді арттыра көр. Таха сүресі 114 аят. Кешке шейін шаршап, содан соң жақсы демалу үшін жалықпай еңбек қыл. Кофеині бар сусындарды аз іш. Ұйқысыздыққа қарсы тағы бір жақсы нәрсе жаратқанның әлемдегі кереметтері туралы ой жүгірту. Айт, аспанда және жерде нелер барына қараңдар. Юнус сүресі 101 аят. Аллаға тәуекел ету. Әсте өлмейтін мәңгі тірі Аллаға арқа сүйеп тәуекел ет. Фурқан сүресі 58 аят. Сахабалардан біреу бір мәртесінде Алла елшісінен саллаллаху алейхи уассалам, мен түйемді байлап қояйын ба, не Аллаға тәуекел етейін бе деп сұрады. Ол байлап қойда, содан соң Аллаға тәуекел ет деп жауап берді. Алла тағала бізге өзіне тәуекел етуге үкім берген, бірақ сонымен қатар ол бізге себептерді орындауға, яғни біз қалаған нәрсе аспаннан түседі деп қол қусырып отыра бермей, мақсатқа жету үшін әрекет жасауға үкім берген. Хазірет Омар бұл ақиқатты елге сендер аспаннан алтын күмістен жаңбыр жауатынын білесіңдер ме? Деп түсіндірген. Яғни біз жерге дән сеуіп, оны суғарып бағып, сонымен қатар Аллаға сүйенуіміз керек. Өйткені ол дән өсіп шыға ма, жетіле ме, түсім бере ме, бұл бір Аллаға тиесілі. Алла бізден еңбекті және оған сүйенуді талап қылады. Осылай болғанда ғана оған тәуекел ету шын жүректен жүзеге асады. Келіңдер, жаратқанға шынайы тәуекел етейік. Сабырлылық.
Шынында адам баласы зиян ішінде, тек иман келтіргендердің соған сай өздерін һәм бүкіл қоғамды түзеуге бағытталған игілікті істер атқаратындардың, бір-біріне ақиқатты насихаттайтындардың және қайғы-қасіретте ауыртпалық түскенде сондай-ақ тура жолдан таймау һәм асау нәпсі мен әзәзіл шайтанға ермеу мәселесінде бірін-бірі сабырға шақыратындардың жөні бөлек. Аср сүресі 2-3 аят. Сабырлылық сынақтарды байсалдылықпен тосып алу еркі, күштілерге тиесілі қасиет. Сабырлылық жетпей қалса не істеуіміз керек? Мысалы, біз шыдай алмай қалсақ не істеуіміз керек? Тарихта өткен ұлы адамдар қалай сабырлылық көрсеткендігі туралы көптеген мысалдар бар. Олардың өмірлері үздіксіз сынақ пен азаптарға толы болған. Осылай болса да олар ақырғы деміне шейін сабыр қылған. Біз олардан үлгі алсақ жақсы болмақ. Пайғамбарлардың үлесіне қаншама сынақтар түскен. Бірақ олар үнемі шыдамдылықты, бекемдікті және мойынсұнушылықты көрсеткен. Абу Бәкір Ас-Сиддық өлім алдында жатқанда оған дәрігер шақырайық па деп айтқанда, ол мені көріп кетті деп жауап берді. Ол не деді деп сұрағанда, Абу Бәкір Алланы меңзеп, мен қалағанымды жасаймын деп айтты деген. Алла үшін шыда, сабырлы бол. Шыда және жақында құтыларыңа күнәларың кешірілеріне Алла өзінің шыдамды сабырлы құлдарына жомарттықпен беретін сыйлықтары бар екеніне сен. Арқаңа жер шарын арқалап алма. Әрдайым керек болса, түнде төсегіне жатып алып та дүниеде болып жатқан оқиғалар туралы, ол оқиғалар басқа жерде емес, бейне бір өзінің үйінде болып жатқандай ойлап сары уайымға батқан кісілер бар. Олардан мыңдаған шақырым алыстағы соғыс, не басқа құрлықта болған әуе апаты қайғыға батуларының себепшісі болады. Базардағы байлардың көтерілісі олардың көңіл күйінің бұзылуына алып келсе, кешкі жаңалықтарды көргеннен кейін не таңертеңгі жаңалықтарды оқығаннан кейін қан басымы көтеріліп, асқазан жарасы күшейе бастайды. Ақша курсының өзгеруіне, құрғақшылықтың басталуы мұндай кісілерді өлтіретінде инфарктқа шейін жеткізуі мүмкін. Олар шегі жоқ қайғырумен жүйкесі жұқарып, қорқып болып жатқан барлық оқиғаларды жүрегіне жақын алып өмір сүреді және бұдан олар өздері де азап шегеді. Олар бейне бір мақта секілді барлық өсек аяңды жаман хабарды өздеріне сіңіріп алып, қорқынышты бір нәрсе шыңдап болып кеткен шейін қайғырудан басын ауырта бастайды. Қандай оқиға болмасын, олар жүрегін басып жығылып ол жетеді. Олар негізі жоқ уайым құрлай сар санамен өздерінің денсаулығына зиян келтіріп, жүйке жүйесін талқандайды. Бақытты болуға шын ниетімен ұмтылған иманды кісі байсалды, төзімді, сабырлы болады. Ал барлығы тағдырға жазылған және болатын нәрсе сөзсіз болатынын біліп, Аллаға ғана тәуекел етеді. Ол дүниеде болып жатқан нәрселерге қызығады, бірақ оған айтылған не өзі куә болған оқиғалардан сабақ алып оларды байсалдылықпен сабырлы қабыл алады. Ол өзін алда болатын оқиғалар туралы ойлаумен қинамайды. Мұндай иманды кісілер өсектерге немқұрайлы қарап, қандай мағлұмат болмасын, сенімді қайнар бұлақтардан алуды дұрыс көреді. Олар егер қандай да бір оқиға болып жатса, ол жаратқанның еркі және оның рұқсатымен болып жатқанына толық сенеді. Ал енді Алла не жасаса да арты жақсы бітеді. Демек, қайғыруға, жөнсіз қорқуға ешқандай себеп жоқ. Мұндай кісілер өмір жолында сенімді қадам басып, әлемдердің иесіне тәуекел етеді және одан жәрдем сұрап, алда тап болған тосқауылдарды сенімді басып өтеді. Бұларды имандылықпен бақытты болған пенделер. Пейіш туралы ойлан. Егер қапа болып, жан дүниең қиналып жатса, пейіш жөнінде ойлан. Уа Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, иман келтіріп игілікті істер атқарғандарды сүйіншіле. Шүбәсіз олар үшін жайқалған жасыл бауларының арасы мен зәулім бақшалары бар. Оларға ризық ретінде сол жердің жемісінен ұсынылған сайын. Бұл бізге бұған дейін де осы жәннатта екі дүниеде берілген ризық қой
деседі. Негізі олардың дәл өзі емес ұқсасы беріледі. Сырттай ұқсағанмен ләззаты өзгеше болады. Олар үшін жәннатта пәк жұбайлар бар. Олар онда мәңгі бақи тұрақтап қалады. Бақара сүресі 25 аят. Егер сен сынақтар бірінің артынан бірі селдей жауып жатса, онда пейіш жөнінде ойлан. Әлде сендердің өздеріңнен бұрын өткен қауымдардың басына келгендер бастарыңа келместен жұмаққа кіреміз деп ойлайсыңдар ма? Олардың көптеген адам айтқысыз ауыртпалықтарға душар болып күйзелгені соншалық пайғамбар және онымен бірге иман келтіргендер Алланың жәрдемі қашан келеді дейтіндей жағдайға жетті. Біле білсеңдер, Алланың жәрдемі өте жақын. Бақара сүресі 214 аят. Егер сендер жағдай өте ауыр болып, өмір тек бәле-кесапаттан тұрғандай болып көрінсе, онда пейіш жөнінде ойлан. Аллаға қарсы келіп асы болудан барынша сақтанған тақуа жандар үшін Раббыларының дәргейінде жайқалған жасыл бауларының арасымен һәм салтанатты сарайларының түбінен өзендер ағатын жәннат бақшалары бар һәм олар мәңгі бақи сонда қалады. Сондай-ақ онда олар үшін пәк жұбайлар және бәрінен де қайырлы болған Алланың разылығы бар. Әл-Имран сүресі 15 аят. Егер сенің тағатың қалмай қалған болса да, пейіш туралы ойлан. Олардың алатын сыйы, қарымы, Раббыларының кең кешірімі мен жайқалған жасыл бауларының арасында және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағатын жәннат бақшалары болмақ. Олар сонда мәңгі бақи қалып, бақытты ғұмыр кешеді. Діннен үйреніп білгенін іске асырып, игілікті істер атқарғандардың алар сыйы неткен ғажап десеңші. Әл-Имран сүресі 136 аят. Егер сен мүлдем шаршағаныңды және бақытсыз екеніңді сезініп тұрсаң, онда пейіш туралы ойлан. Кімде-кім тозақтан аулақ әкетіліп, жұмаққа кірсе, зор жетістікке һәм мақсат мұратына жеткені біліп қойыңдар. Бұл дүниенің тіршілігі алдамшы қызықтан, жалған бұйым боқшадан басқа түк те емес. Әл-Имран сүресі 185 аят. Егер қорқынышқа, уайымға салынып, не істеріңді білмейтін болсаң, онда пейіш туралы ойлан. Алайда Раббыларына қарсы келмей, тақуалық шеңберінде өмір сүргендер үшін жайқалған жасыл бауларының арасынан және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағып жататын жәннат бақшалары бар. Олар онда мәңгі бақи қалып, Алладан ерекше сый-құрмет көреді. Алланың дәргейіндегі бар игілігінде кемел мүміндер үшін әлде қайда қайырлы. Әл-Имран сүресі 198 аят. Егер саған күнәларың өте кетпей болып, жаратқанның кешірімінен үмітің үзілген болса, онда пейіш туралы ойлан. Менің жолымда хижрет еткен, әрі атамекенінен қуылған, менің жолымда сан түрлі зәбір, зомбылыққа төзе білген һәм керек кезде дұшпанға қарсы қасық қаны қалғанша соғысқан және өлтірілген әрбір жанның күнә-қателіктерін жасырамын һәм шүбәсіз оларды жайқалған жасыл бауларының арасынан және зәулім